Әңгіме Айгүл Орынбектің мына YouTube каналында жарияланған мына кәсіпкер Батыр Көшербаев Sunrise сай деп аталына ма? Дұрыс айтып отырмын ба? Sunrise жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты болып жатқан әңгіме. Осы туралы кеңінен тоқталғымыз келді, айтқымыз келді. Жалпы бұл жерде жатақхана салу мәселесі 2022 жылы қолға алынған. Кәсіпкер Батыр Көшербаев құрылтайшы болып табылатын бүгінгі таңдағы Бексұлтан Қуанышбекұлы басшы болып отырған осы мекеме 2022 жылы мына сәулет құрылыс басқармасынан осыған АПЗ алған, яғни сәулет жоспарлау тапсырмасын алған. Соған орай жұмысты 2023 жылы жалғастырған, эскиздік жобасын ұсынған, құрылысты сол жерде бастаған. 2023 жылы бастаған. Оған қатысты әрине құжаттар ресми түрде ресімделген, АПЗ берілген. Дегенмен сол жатақхана орналасқан жердегі, орналасқан жер учаскесіне жақын тұрғын үйдің тұрғындары осыған қатысты наразылық білдірген. Және ол наразылықтарын ресми түрде сотқа да жолдаған. Сот барысында сол тұрғын үйдің иелері 2 рет жеңілген. Осы сотта жеңілгеннен кейін әкімшілікке жүгінген. Осыған қатысты қала әкімі сол жерге өзі барған, тұрғын иелеріменен кездескен. Ол кісілер, айта кетейін, бұл кісілер бүгінгі таңда міне келіп отыр, осы жерде біздің брифингімізге қатысуда. Сонымен мынау кәсіпкердің қолында соттың шешімі болғаннан кейін, сот заңды деп тауып отырғаннан кейін, қала әкімі сол жерде тұрғындардың қатысуымен және кәсіпкердің қатысуымен жиын өткізген. Жиын барысында тұрғындардың наразылығын ескере отырып, қала әкімінің сөйлесуі бойынша кәсіпкер келісімге келіп, біріншіден мына тұрғын үйге жақын орналасқан ғимаратты 3 қабатқа дейін төмендету. Ол кезде 4 қабатқа дейін көтеріліп, колонналары құйылып, биіктетіліп тұрған, 1 қабатын бұзған, төмендеткен, 3 қабатқа дейін жеткізген. Және шыға берісін аулаға қарайды екен, тұрғын үйдің ауласына қарайды екен. Соны ішкі жаққа қарай қайтадан ауыстырған. Үшіншіден, мына кондоминиумға қатысты, тұрғын үйге қатысты жерді кезінде заңдастырып алған екен. Ол қалай болғанын біз білмейміз. Сол орынды жауып, жан-жағын темірмен қоршап, тұрғындар кіре алмайтындай қылып жасаған екен. Сол орынды ашып берген кәсіпкер. Осы мәселелер шешілгеннен кейін бұл кісілер АПЗ-ға, яғни сәулет жоспарлау жоспарына қайтадан ұсыныс енгізген. Яғни біріншіден соттың шешімі бар. Екіншіден біздің айтқан талаптарымызға, ұсыныстарымызға кәсіпкер келісіп тұр. Яғни жаңағы этажынысты қабатты төмендеткен 1 қабатқа, мына тұрғын үйге жақын жерін. Сондай-ақ мына ортақ заң, сол кісілерге заңдық тұрғыдан заңдастырып алғанмен, тиесілі болғанмен кондоминиумның жерін босатып берген. Төртіншіден ауласын, есігін басқа ауласына қарай шығарып, есігін өзгерткеннен кейін біз әрине АПЗ-ға, біздің жер ресурстары мен архитектура басқармасы АПЗ-ға келісім берген. Сол кісілер ұсынғаны бойынша өзгертіп берген. Осы нәтижесінде әрине бұл кәсіпкер жұмысын жалғастырған. Бірақ тура сол кезеңде тұрғындар
мынау құрылыс істері жөніндегі комитет бар бізде. Бұл комитет бізде мына құрылыс саласындағы саясатты қалыптастыратын орталық мемлекеттік орган болып табылады. Сол кісілерге жазылған, түсірілген, тұрғындар тарапынан түсірілген шағым бойынша ол жерден арнайы өкіл келіп, қызметкері келіп, осы кәсіпкердің құрылыс жұмыстарына қатысты іс-әрекетіне зерделеу жүргізген. Зерделеу барысында ол кісілер осы тұрғындармен де кездескен, сөйлескен. Бірақ өздеріңіз білесіздер, біз ол жаңа құрылыс істері комитетіне біздің қатысымыз жоқ. Ол кісілердің қандай жұмыс атқарып жатқанын біз білмейміз. Қандай шара қолданғанын да білмейміз. Қандай предписание бізге әлі келген жоқ. Ал кәсіпкер ұсыныс енгізгеннен кейін, әрине біз мұның барлығын қайтадан АПЗ-ны ресімдеп беруге мәжбүр болдық. Енді бұған негіз болып отырған міне тұрғындар берген Қазақстан Республикасының атынан шешім шығарған сот. Бұл 2024 жылғы 26 сәуірде болған. Әкімнің барып тұрғаны тамыз айында. Яғни 2 мәрте сот болғаннан кейін, сотта тұрғындар жеңілгеннен кейін бұл жерде біздің келіспеске амалымыз болмаған. Ал енді жалпы өздеріңіз білесіздер. Біз президентіміз әділетті Қазақстанды орнатамыз дегеннен кейін біз әділдік жағындамыз. Кәсіпкерлердің қала үшін атқарып жатқан қызметіміз бағалаймыз. Салық төлеп жатқанын, олардың өз жұмыстарын атқарып жатқандығын біз білеміз. Дегенмен, бұл жерде таразының мына жақ басында тұрғындардың да айтатын уәжі бар. Ол кісілердің айтатын уәжіне құлақ аспауға тағы болмайды. Біз ол кісілерді де тыңдадық. Екі жақты бірдей сараладық, екі жақты бірдей қарадық. Және тұрғындардың айтып отырған талабына сәйкес үйдің жаңағы биіктігі, ғимараттың биіктігі, жатақхананың биіктігі қалыпты болсын дегеннен кейін, әрине ол кісі де келісімге келіп 3 қабатқа дейін төмендетті бір жағы. Мұның барлығы ескерілді. Осы нәтижесінде ғана бердік. Ал енді бұдан кейін құрылыс істері жөніндегі, яғни КДС деп алайықшы, комитет по делам строительства, 29 тамыз күні бұзушылықтарды устранять ету туралы предписание береді, нұсқама. Бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жасайды. Бірақ бұл кезде 2 тамыз күні АПЗ-ға, яғни сәулет жоспарлау жобасына кәсіпкер, Sunrise жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұсыным берген. 27 тамыз күні біздің сәулет 27 тамыз ба? Жоқ, одан ертерек. Жоқ, қателесіп отырмын. 2 тамыз күні берген. Оны 5 күннің ішінде рәсімдеп берген. Және 27 тамыз күні Sunrise жауапкершілігі шектеулі серіктестігі эксплуатацияға, пайдалануға қабылдау туралы актісін енгізген. Ал құрылыс істері жөніндегі комитеттің нұсқамасы тек 29 тамыз күні ғана жасалынған. Және бұл нұсқама бізге құрылыс істері жөніндегі комитеттен тек 7 қазан күні ғана келіп жеткен. Түсініп отырсыздар ғой, 29 тамыз күні нұсқама жасалынады, бірақ ол біздің Шымкент қаласының әкімдігіне тек 7 қазан күні ғана жолданады. Енді бұл кезде, яғни 27 тамыз күні пайдалануға қабылдау туралы актісі жасалынып қойған кәсіпкердің тарапынан. 1 қыркүйек күні
сол үйдің тұрғындары біздің мынау ГАСКқа шағым түсіреді. ГАСК 17 тамыз күні сол тұрғындардың түсірген шағымы бойынша тексеру ұйымдастырып, сол жерге барып, 3 кемшілік табады. Біріншіден, 27 тамыз күні болды, толықтай бітті, пайдалануға берілген деген ғимараттың қасбеті, яғни фасады аяқталмаған болып шығады. Екіншіден, мына санитарлық тораптары жұмысы толығымен аяқталмаған болып шығады, және мына өрт сөндіру баспалдағы бітпеген болып шығады. Осы 3 заң бұзушылық бойынша біздің ГАСК айыппұл салады әкімшілік. Айыппұл 3 жақты болады. Біріншісі тапсырыс беруші әрі мердігер компания біреу, авторлық бақылауды жүзеге асырушы екінші тарап, және техникалық бақылауды жүзеге асырушы үшінші тарап. Осының барлығын, осы 3 жақтың барлығын бірдей әкімшілік айыппұлға тартады. Және ол кісілер бұл айыппұлмен келіседі, төлейді. Енді осы жерде айта кететін дүние, Айгүл Орынбек ханым анау видеосында былай дейді. Ол кісінің өзі емес, сұхбат беріп отырған Бексұлтан Қуанышбекұлы бізге дейді, әкімдік келіп дейді, әкімнің атынан сәлем айтты дейді. 35-40 миллионға аллея салып бер деді. Аллея салып бермесең, проблема басталады деп айтты. Біріншіден, бұл жала жабу. Біз ешкімге ешқашан аллея салып бер деп айтып көргеніміз жоқ. Және бұл бойынша бұл іс, бұл жала жабу ретінде міндетті түрде сотқа жолданатын болады, сотта қаралатын болады. Екіншіден, бұл тексерулер, заң бұзушылықты тексеру тұрғындардың берген арыз шағымның нәтижесінде болып отыр. Және ол кісілер 27 тамызда эксплуатацияға қабылдап қойған болса, 17 қыркүйекте аяқталмай тұрған болса, заң бұзып тұр ғой, тартылуы керек қой. Міне ГАСК бұл жерде тек өзінің міндетін орындады. Және бұл кезде бізге әлі мына құрылыс жөніндегі комитеттің, республикалық комитеттің нұсқамасы келіп жетпеген болады. Нұсқама келіп жеткеннен кейін біздің архитектура басқармасы сәйкесінше бұл АПЗ-ны қайтару, жою туралы шешім қабылдайды. Енді біз жоғарыда айтып кеттім, бұл құрылыс жөніндегі комитет осы Қазақстан Республикасындағы құрылыс саласындағы саясатты қалыптастыратын орталық мемлекеттік орган болып табылады. Ол кісілердің нұсқамасы міндетті түрде орындалуға жатады. Бұл заң тұрғысынан қарастырылған. Біздің енді архитектура басқармасы соған сәйкес АПЗ-ны жою туралы шешімді осы негізде қабылдайды. Бірақ бұл жерде процедуралық, рәсімдік заң бұзушылықты архитектура басқармасы да жіберген. Ол қандай заң бұзушылықтар? Мына нұсқамада көрсетілгендей, архитектура басқармасы бірінші кезекте тыңдау өткізуі керек еді. Тыңдауды екі жақты қарастыра отырып өткізуі керек еді. Біріншіден кәсіпкерді шақыру керек еді. Екіншіден тұрғындарды шақыру керек еді. Осы мәселені талқылау керек еді. Осы жерде архитектура басқармасының жіберген қателігі, мына тыңдау өткізу туралы хабарламаны кәсіпкерге WhatsApp-ына жіберген, тіпті телефонмен сөйлескен, шақырған, ол кісілер келмеген бұл кісілер тіркеу керек еді, фиксация жасау керек еді, сол фиксация жасалмай қалып кеткен. Осының негізінде архитектура басқармасының мына АПЗ-ны беру туралы шешімді жою туралы шешімін сот бірінші сатысында да, апелляцияға берген кезде де
заңсыз деп тауып, кәсіпкердің құқығын қорғаған. Яғни біз кәсіпкерді бұл жерде қысып отырғанымыз жоқ. Кәсіпкердің керісінше біз еңбегін ескеріп, апызыны да уақытында келістік, бердік. Кәсіпкердің өзінің тарапынан заң бұзушылық болған себепті әкімшілік айыппұлға тартылды. Ал енді бізде мынау құрылыс істері жөніндегі комитеттен нұсқама келіп отырса, оны орындамауға біздің де құқымыз жоқ. Бұл да заң бұзушылық болып табылады өз кезегінде. Сол себепті біз былтырғы жылы осы басқарманың тарапынан кеткен қателіктерді ескеріп, Нұрбол Жүнісбеков сол кезде басқарманың басшысы болатын, бұл кісіге сөгіс жарияланған болатын. Ал енді бүгінгі таңда біз нұсқаманы орындау үшін бірінші бастапқы нүктеден бастайтын боламыз. Яғни қазіргі таңда барлық ресми құжаттарды ресми түрде жолдай отырып, ол пошта арқылы, немесе қолма-қол қолына беріп, қолхатын алып, немесе пошта арқылы жолдау арқылы, адресатқа жеткізу арқылы біз тыңдаулар өткізетін боламыз. Тыңдауға кәсіпкер келмеген жағдайда, бұны біз тағы да тіркейтін боламыз. Осы арқылы қайтадан апызыны жою туралы шешімді заңды етіп табу үшін қайтадан сотқа жүгінетін боламыз қажет болған жағдайда. Бұл жерде тағы бір екі нәрсені ескеру керек. Біз ашық боламыз дедік, соңына дейін айтып отырмыз. Бәрін айтып отырмыз асып. Және соңына дейін заңды ұстанатын боламыз, заң бұзушылыққа жол бермейтін боламыз. Тағы бір айта кететін дүние, Айгүл Орынбек ханым, мынау Қалдаяқов 2/7-дегі спорт мектебіне қатысты сол жерде поезды жасалған дейді. Жобалық сметалық құжат жасалынған, 19 миллионға конкурс жарияланған, 17,4 миллионға оны ұтып алған, оның барлығын лақтырып тастадыңыздар. Мына жерде спорт зал болуы керек еді, сіздер соны жоққа шығарып отырсыздар дейді. Біріншіден, Мұхтархан Ділдәбеков басқаратын сол жерде Қалдаяқов көшесінің бойында орналасқан спорт мектебінде бір емес 6 спорт зал бар. Бірде-бір автомобиль қоятын тұрақ жоқ. Адам көп жиналған жерде, ол жерде симай кетеді. Тұрғындарға да қолайсыз. Және қасында арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін орталық бар. Ол орталықтың ауласы жоқ. Мына жерде қосымша спорт зал түскен жағдайда біріншіден адамның шоғырлануының ұлғаяды. Адам саны көбейеді. Оларға мынау қауіпсіздік мәселесі қарастырылмайды. Сынып бойынша арнайы көрсетілген шарттар бар ғой. Соның бәрі бұзылады. Екіншіден, ол спорт зал мына жанында тұрған ғимаратты міндетті түрде жабатын болады. Көлеңке күн түспейтін болады. Үшіншіден, қасындағы үйдің тұрғындары менен мына арнайы әлеуметтік қорғау орталығының сол жерде болған адамдар, жаңа әлеуметтік қорғау орталығындағы адамдар баратын, серуендейтін жер жоқ. Бұл бұрыннан о бастан аллея болғанын өздеріңіз білесіздер. Қала әкімі осыған қатысты бұл жерге қосымша ғимарат салмауға, аллеяны қалпына келтіру туралы шешім қабылдады. Бұл жерде тұрған ешқандай заңсыздық жоқ. Ал енді сіздер қала бюджетін үнемдемейсіздер ме, поездыны лақтырып тастайсыздар ма деген әңгімеге келетін болсақ, ол поездыны басқа жерге байланыстырып, привязка жасап, басқа жерде қолдана беруге болатынын сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан ол поезды далада қалмайтын мен сіздерге сендіремін. Енді осыған қатысты тағы бір пост жарияланды. Маратбек Мықтыбеков, спорт басқармасының басшысы ретінде өзінің бағынышшысы болып табылатын спорт мектебінің директоры Мұхтархан Ділдәбековке хабарласса, осыған қатысты тағы да пост жазып жатыр екен. Бұл да орынсыз әңгіме. Кез келген басшы өзінің бағынышшысын кез келген уақытта шақырып, алдына келтіріп, түсініктемесін алып, немесе телефонмен хабарласып, мән жайға қанығуға әбден құқы бар.
және бағынышты адам бірінші кезекте басқа инстанцияға жүгінердің алдында міндетті түрде басшысымен келісу керек. Не айтатынын, қалай айтатынын, не деп сөйлесетінін, қай тұрғыда сөйлесетінін. Себебі мемлекеттік қызметкер болмаса да, осы мекеме басшыларының барлығы мемлекеттік қызметкерге теңестірілген тұлғалар. Ал мемлекеттік қызметте өздеріңіз білесіздер шектеу бар. Ол шектеулер мемлекеттік қызметкерге теңестірілген тұлғаларға да сәйкесінше жүретінін сіздердің назарларыңызға салғым келеді. Енді осы жерде мына Мерлан Касктың басшысы Керімжанов мырзаға келіп, тағы да Атлант туралы ғой деймін да айтқаны. Атлант туралы айтып жатыр, ол қалай салынды, кім салып жатыр деп. Бұны да айта кетейік, қалай салынып жатқан. Миротель дейтін аталынатын қонақ үй бар. Біздің қаламызда қонақ үйге қажеттілік бар. Қаламыз өсіп келеді. Бұл туризмді дамыту үшін қажетті бірден бір алғы шарт. Қонақ үйдің болуы және оның жоғарғы деңгейде болуы. Миротельді салған кәсіпкерлер о бастан заңды бұзған. 3 қабатты қонақ үй болуы керек еді, оның орнына 7 қабатты үй салған. Және ол соттың шешімі бойынша 7 қабатты 3 қабатқа дейін түсіруі керек. Әрине, сотқа талап арызы жазған біз, Шымкент қаласының әкімдігі. Және мұндай заң бұзушылық өте көп. Бұрыннан қалыптасқан жағдай. Оны менсіз де сіздер өздеріңіз білесіздер. Сол заң бұзушылықтың бір көрінісі жаңағы мына студенттер мен магистранттарға арнап қонақ үй салған қонақ үйдің иесі де заңсыз болса да кондоминиумға қатысты жерді заңдастырып алған. Ол ортақ пайдаланатын жер. Тұрғын үйге қатысты, тұрғын үйге тіреліп тұр. Оны қалай заңдастырып алды? Әрине біз бұны жер ресурстарын басқару департаментіне жолдайтын боламыз, оны да қарайтын боламыз. Мұндай жерлердің қайтып жатқанын сіздер өздеріңіз де білесіздер. Мұндай заң бұзушылықтар қаламызда өте көп. Сол осы жерде тағы бір айта кететін дүние, мына уют сауда нүктелері бар емес пе бізде, мынау Рысқұловтың бойында ғой деймін, Север сауда үйіне қарама қарсы. Ол жерде де мәселе жақында көтеріледі. Себебі, мен жаңа дайындап қойып едім, себебі сол салынған бизнес нүктелерінің астыменен магистральдық су құбыры өтеді. Ертең ол су құбыры жарылатын болса, жаман айтпай жақсы жоқ, бәрібір тозады ғой. Сол кезде мына үйлердің бәрін бұзуға тура келеді. Оны бұзуға қанша уақыт кетеді? Бір күн кетпейді ғой. Бірнеше күн кетеді. Сол уақытта біз қала тұрғындарын сусыз отырғыза аламыз ба? Әрине отырғыза алмаймыз. Сол себепті біз не істейміз? Біз сотқа жүгінеміз. Әділеттілікті қалпына келтіру үшін сот арқылы біз жүгініп соттың шешімін алатын боламыз. Бұл жерде де мәселе туындауы мүмкін, айтуы мүмкін. Міне Шымкент қаласының әкімдігі кәсіпкерлердің құқын бұзып жатыр деп. Біз құқын бұзып жатқанымыз жоқ. Біз заңдық негізге келтіріп жатырмыз. Ертең алда-жалда апат болған жағдайда ол бәрібір бұзылатын біздің көзіміз жетеді. Бәрібір бұл заң бұзушылық жойылуы керек. Сондықтан мұндай бәленің алдын алғанымыз жақсы емес пе? Сол сияқты заң бұзушылықтар өте көп. Мына Миротельге қатысты да біз осыған қатысты сотқа жүгіндік. Сот 7 қабаттың 4-еуі бұзылуы керек деп тапты. Содан кейін Миротельдің иелері, кәсіпкерлер қала әкімшілігіне бірнеше рет келді. Қала әкімдігіне келіп бізді келісуге шақырды. Нәтижесінде мынандай шешім қабылданды. Қала әкімдігі медиацияға баруға дайын. Егер Миротельді салған кәсіпкер
жанында тақасып тұрған тұрғын үй бар. Тұрғын үйдің иесіменен келісімге келетін болса, мүмкін сол үйді сатып алады. Негізі сол сатып алу бойынша қазір келіссөздер жүргізіп жатыр. Біз медиацияға барып, жаңағы апызысын келісуге дайын екенімізді білдірдік. Яғни бұл жерде тұрғын үй біреу ғана, тұрғын үйдің иесінің де құқы бұзылмау керек, және қаламызға қонақ үй керек, оған жұмсалған қаржы бар, ол қаржыны да біз қарап отырмыз. Енді қанша айтқанмен бизнестің, жеке адамның жұмсаған қаржысы дегенмен бизнесті де өркендетуіміз керек қой. Ол ертең салық түсіреді, ертең қаланың көркеюіне қызмет етеді. Осыны ескере отырып, біз осындай шешімге бардық. Осыған ризашылық ретінде Миротельдің салған кәсіпкерлер қалаға көмек көрсетуге өз ниетін білдірді. Нәтижесінде Атланттағы аллея дүниеге келді. Осыған дейін оның қарама-қарсы шатындағы Кабийска ретке келтірілген болатын. Атланттың жағдайын осыған дейін өздеріңіз білесіздер. Былығып, қалай болса солай болып жатқан. Ал енді біз бәріміз Европаға қызығамыз. Европадағыдай болса екен дейміз. Европа деген не? Европа деген міне осы тазалықты сақтау, жайлы ортаны құру, оны сол қалпында ұстап тұру, қоқыс тастамау, кез келген жерде адам тізесін бүгіп отыратындай, тынығатындай, анау орындық па, оның қасында қоқыс салатын орнасы ма, соның бәрінің тұруы, газон егілуі, аллея болуы, парктердің болуы, микроклиматтың қалыптасуы. Міне Европа дегеніміз осы. Осыны жасайтын болсақ, біздің еліміз Европадандағы жағдайдан артық болады. А мұны жасамайтын болсақ, еш нәрсе де болмайды. Сондықтан мынау әлеуметтік жауапкершілігін сезінетін бизнесмендер қаламызға көмек көрсетеміз деп жатса, бұл нұр үстіне нұр. Бұл тек қуанарлық, құптарлық жағдай екенін мен сіздерге айтқым келеді. Міне осының барлығын біз сіздердің алдарыңызда ашық айтайық деп шештік. Бұған бола қала әкімдігі бір кәсіпкерлерге қысым көрсетіп жатыр. Немесе аллея салуға мәжбүрлеп жатыр. Немесе салынып қойған ғимаратын бұзғалы жатыр. Сол үшін жаңағы сіздер мына студенттер қала әкімдігіне барыңыздар, паркке шығыңыздар, көтеріліңіздер деген, бұл да заңмен қаралатын жауапкершілік екенін мен сіздерге айтқым келеді. Сіздер арқылы жеткізгім келеді. Мұның барлығы заң аясында қаралатын болады. Ол деген дұрыс емес әңгіме. Өздеріңіз білесіздер, бұл призыв, былайша айтқанда. Ол заңмен қатаң жазаланады. Біз бұлай қалдыра алмаймыз. Қала әкімдігіне барыңыздар, көтеріліңіздер дегеннің барлығы ол дұрыс емес әңгіме. Ол заңға томпақ, заңға қайшы әрекеттер. Мұндай жағдайға баруға болмайды. Егер нақтылап сұрайтын болсаңыздар, қандай дүние болса да біз сіздерге айтып беруге дайынбыз. Мынау қысқаша осы, тағы сұрақтарыңыз болса, бұл мәселелер бойынша да мен сіздерге айтуға дайынмын. Менің қолымда барлық міне тексерудің нәтижесі туралы акт, оның бізге жолданған хаты, немесе жаңағы тұрғындардың сотқа берген шағымының нәтижесі, соттың шешімі, барлығы біздің қолымызда тұр. Біз ешқандай да кәсіпкердің құқын шектемейміз. Ешқандай да, одан кейін тұрғындар бізге шағым айтып келіп тұрса, бұл кісілердің де шағымын жерге тастай алмаймыз, тыңдамай қоя алмаймыз. Осыны ескерсеңіздер екен, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қысқаша осы, сұрақтарыңыз бар ма? Жауап беруге дайынбыз.